Саламатсыздар ма, YouTube каналымның көрермендері? Бүгін сіздермен екі түрлі ханым жасайтын боламыз. Тартылған етпен, асқабақпен. Сонымен бізге бірінші керегі қамырын елеп дайындап қоямыз. Тұзын келтіріп алып, бір жұмыртқаны шағып, қамырды орташа жұмсақтықта елеп қоятын боламыз. Өте оңай, жылдам орындалатын ханым. Осыдан кейін салмасын дайындаймыз. Тартылған ет, пияз, көк, қызыл күріш, қара күріш, тұз, бұл жерде хмели-сунели, сарымсақ, сұйық май, асқабақ, сәбіз, пияз, картошка, кішкене шекер, тұз, май керек болады. Көкөністерді майдалап турап аламыз алдымен. Пиязды майдалап тураймыз. Картошка, сәбізде қолдан турайтын боламыз. Қырғыштан өткізбейміз. Картошка, сәбізді майда көбікке бөліп турайтын боламыз. Қолдан турап, ірілі болып тұрғаны әдемі көрінеді. Жегенге де өте әдемі болады. Қырғыштан өткізгеннен гөрі сәбізді де осылай майда қылып көбік қылып турайтын боламыз. Тартылған етпенен салмасын осылай дайындаймыз. Дәмдеуіштерімізді қосамыз. Қара, қызыл бұрыштарды, дәміне қарай өзіңіздің қалау дәмдеуіштеріңізді араластыруға болады. Бұл жерде сарымсақ, хмели-сунели қостым мен. 2 қасық, 3 қасықтай май қосып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Асқабақты оны да қолдан тураймыз, қырғыштан өткізбейміз. Оны да майдалап көбік етіп тураймыз. Картошкасында, сәбіз, пиязында бәрін өте майда етіп, қолдан турап шығамыз. Біз бұны болғанша қамырының үйі қанып, жаюға келіп тұратын болады. Арасында бір қайтарып суалап қоямыз. Үйі өте әдемі болып, жаюға керемет болып тұратын болады. Сәбізді де майдалап көбік қылып тураймыз. Бұған кішкене бір қасықтай шекер араластырып, май араластырып, тұзын, дәмдеуіштерін келтіріп, араластырып дайындап қоямыз. Тұзын, шекерін салдық, майын құйдық. 2 қасықтай май. Жақсылап араластырып дайындап қоятын боламыз. Міне салма дайын. Біздің қамырымызда үйі қанып дайын болып тұрды. Бұны мен 4-ке ғана бөлдім. 6-ға бөліп кішілеу етіп істеуге де болады екен. Бірақ үлкендеу 2-ін етпен, 2-ін асқабақпен ханым жасадым. Бір 150 граммнан түсті әр зуаласы. Үлкен, тақтайдың бетінде үлкен болды. Оңай болу үшін кішкене осылай созып алып, сосын қайтадан бастап аяғына дейін жаюға болатын. Үлкейтіп, осылай тез жайылатын болады. Қанған сайын жұқа етіп жайылды.
Табамызды майлап аламыз. Қамырымыздың бетінде майлап алатын боламыз. Бір-біріне жабысып қалмас үшін. Салмамызды екіге бөлдім. Екі қамырға салатын болғаннан кейін теңдей етіп, осылай үстіне етімізді, тартылған етімізді, салмамызды қойып шығып, рулет қылып орайтын боламыз. Осылай рулет етіп, шағын рулеттер болады. Бір табаға екеуін саламын. Бұны да майлап, осылай етіп, салмасын салып орап шығамыз. Міне осылай етіп салып, бұның да қамырдың сыртын үстіне майлаймыз, қайысып қалмас үшін. Ендігі салманы екі бөлігін асқабақтан істейтін болам. Асқабақпен, етпен араластырып істеуіңізге де болады. Мен екеуін екі бөлек істедім. Соңғы бөлігінде дайындап жасап жатырмыз. Енді осыларды мантаваркаға салып 45 минутта дайын болатын болады. Енді бұны да жақсылап бетін майлап аламыз. Міне суымыз қайнап жатыр екен. Осыны енді 45 минутқа қойып қоямыз. 45 минутта мінекей дайын болды. Біздің ханым, екі түрлі ханымыз дайын болды. Дастарханға ұсындық. Сіздермен бірге болған Лейла. Лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.